Үй жағдайында өте дәмді паста дайындаймыз. Ең алдымен тауықтың төс етін алып, 4 бұрышты қылып турап аламыз. Табамызға сұйық май құйып, тауықты салып, жақсылап араластырып, қуырамыз. Кезегімен саңырауқұлақтарды тураймыз. Және оның жанына 3-4 тілше сарымсақты алып тураймыз. Осы екеуін алып, қуырылып жатқан тауықтың үстіне саламыз. Жақсылап араластырамыз да тұз сеуіп қоямыз. Кезегімен қамырды алып қолмен басып шығамыз. Осылай орташа қалыңдықта елеп аламыз. Тым жұмсақ болмау керек. Осылай жайып болғаннан кейін кәдімгі кеспе сияқты орап шығамыз. Осылай орағаннан кейін қалаған жуандықта кесіп аламыз. Маған осылай ұнайды, сол үшін осылай кесіп шықтым. Осылай араларын ашып, тақтайға қойып қойдым. Жаңа қуырылып жатқан тауығымызға кілегей құямыз. Су қайнағаннан кейін тұз сеуіп, кеспемізді, яғни пастамызды саламыз. Бір рет қайнатқан жеткілікті. Аль денте жағдайында осылай болады. Одан кейін табамызға салып, жақсылап араластырамыз. Осылайша ірімшік сеуіп, қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Ас болсын.